Мен дүниедегі ең керемет, ең сыйлы мамандықтың иесі ұстазбын. Мен осы ұстаздық мамандықты таңдағаныма мақтанамын. Өмірімді бір сәтте шәкірттерімсіз елестете алмаймын. Шәкірттерім менің өмірімнің бір бөлшегі. Менің таңдаған осы жолым үлкен жауапкершілікті, төзімділікті, ізденімпаздылықты, шығармашылықты талап ететін киелі жол. Барлық арман қуған балалар сияқты мен де Алматыға оқуға түсуге келдім. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде дайындық курсында оқып, өзім таңдаған мамандығыма оқуға түсіп, 1996 жыл тәмамдап, жоғары оқу орнында оқып жүріп, Алматы қаласы Бостандық ауданындағы ол кезде нөмір 81-ші арнайы мектеп болатын. Осы аталған мектепте 1995 жылдан бастап жұмыс істеп келемін. Дәл қазіргі уақытта қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі, шебер педагог, оқулықтың авторымын. Күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуына бар күшімді сарп етуге белімді будым. Ұстаз үнемі іздену, білімін жетілдіру үстінде болу керек. Ары қарай мамандығының тағы бір тереңдігіне қол жеткізу үшін Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінен қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі деген мамандықтың иесі болуымның басты себебі де өзімді өзім дамыту, өзіндік үздіксіз білім алу және оны жаңартып отыру қабілетінің басты айғағы еді. Жас ұрпақты, жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары түрде қалыптастырудың бірден бір жолы оқушыға білімді терең игертудің тиімді әдіс-тәсілдерін іздестіру, шығармашылыққа жетелей білу. Бұл жұмысты атқаруда мұғалімнің терең біліктілігі қажет. Міне, осы ұғымды назарға ала отырып, ғылыми ізденісінің бір нәтижесі десем де болады, мектеп оқулықтарын жазуыма себеп болды. Қазіргі таңда оқуы қазақ тілінде емес мектептерге арналған 6-11 сыныптарының қазақ тілі мен әдебиеті оқулығының, 6-11 сыныптардың мұғалімдеріне арналған әдістемелік құралдардың, қазақ мектептеріне арналған 10 сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құралдың авторымын. Әлемдегі барлық мамандықтардың ішіндегі ең киелісі, әр ұлағаттысы ұстаз. Егер де бір адам бізге ұстаз деген кім десе, арамыздағы кез келген адам ойланбастан жауап берер еді. Ұстаз ұлы тұлға. Міне, мен осы ұлы тұлға болғанымды мақтан тұтамын.